Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 7-ші сынып бойынша геометрия пәнінен 4-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау есебін талдаймыз. Е нүктесінде қиылысатын NM диаметрі мен АВ қордасы өзара перпендикуляр. NE 4 см, EM 8 см және AOV центрлік бұрышы 60 градусқа тең. Шеңбер радиусын табыңыз, АВ қордасының ұзындығын табыңыз. Бұл жерде АОV үшбұрышы беріліп тұр, АО мен ОВ-ның тең екенін білеміз. Себебі олар шеңбердің радиусы, сондықтан үшбұрыш АОV бұл тең берілі үшбұрыш. Тең берілі үшбұрыштың табанда жатқан бұрыштары тең болады. Бұрыш А мен бұрыш Б тең. Центрлік бұрыш 60 болса, 180-нен 60-ты алып тастаймыз, 120 қалады, 120-ны 2-ке бөлеміз, тағы да әрқайсысы 60 градуста. Демек, бұл тең қабырғалы үшбұрыш болып тұр. Тең қабырғалы үшбұрыш. Әрбір бұрышы 60 градуста. Сонда АО тең болады, ОВ тең болады, АБ. Яғни АБ бізде радиусқа тең болып тұр. Мына жерден қарайық. Мынау бізде 4 см, EM 8 см болса. Мына жердегі ОЕ перпендикуляр орналасқанда, бұл әрі биіктігі, әрі медианасы, әрі биссектрисасы болып табылады. Сонда қараңыздар. NM тең болып тұр 2R-ға, ал EM мен NE-нің қосындысы, яғни 4-ке 8 қосам, 12-ге тең болып тұр. EM мен NE-нің қосындысы 12, бұл NM-ға тең, 12-ке тең. Олай болса, 2R тең 12, R тең болады 6-ға. Сонда шеңбердің радиусы бізде 6 см, АВ қордасының ұзындығы да 6 см. Мына жерде АОВ үшбұрышының тең қабырғалы екенін айттық. Екінші есеп, шеңбердің диаметрі шеңбер центрінен түзуге дейінгі арақашықтықтан 2 есе артық екені белгілі. Бірінші суретін салып алайық шеңбердің. Қайтадан оқимыз. Шеңбердің диаметрі, АВ диаметрі болсын, шеңбер центрінен түзуге дейінгі арақашықтықтан 2 есе артық. Шеңбердің диаметрі шеңбер центрінен түзуге дейінгі арақашықтықтан 2 есе артық. Түзу мен шеңбер қалай орналасқан? Мысалы, АВ тең болады, центрден түзуге дейінгі арақашықтықты мен L деп алатын болсам, 2L-ға тең. Түзу мен шеңбер өзара қалай орналасатынын анықтаңыз. Яғни түзуімізді былай өткіземіз. Онда мына жердегі арақашықтық диаметрден 2 есе кіші болмай қалады. Сондықтан біздің түзуіміз былай орналасқан. Яғни жанап өткен. Мысалға түзуі шеңберді жанайды. Түзу мен шеңбер өзара қалай орналасатынын анықтаңыз, жауабыңызды негіздеңіз. Яғни қараңыздар, диаметр ол 2 еселенген радиусқа тең. Олай болса, мына центрден түзуге дейінгі арақашықтық диаметрден 2 есе кіші болу үшін ол міндетті түрде шеңберді жанап өту керек. Немесе ол былай орналасуы мүмкін. Сонда түзу мен шеңбер жанасады. Яғни түзу шеңберді бір нүктеде жанасады, немесе жанап өтеді. Түзу шеңберді бір нүктеде ғана қиып өтетіндігін айтып отырмыз. Жауабыңызды негіздеңіз, яғни диаметр радиустан 2 есе үлкен екендігі арқылы дәлелдеп көрсетуіңізге болады. Үшінші есеп, диаметрі VE болатын шеңбер бойында D нүктесі берілген. Тағы да шеңбер саламыз. Және диаметрі VE. D нүктесі берілген. D нүктесін кез келген жерден аламыз. Асы түзуі шеңбермен B нүктесінде жанасады. Мына жерде асы түзу өтеді. Асы.
бұрыш ЕВД, мына жердегі бұрыш 35 градус болса, АБД бұрышын табыңыз. АВД, мына жердегі бұрышты табу керек. Бұл бірінші жағдайы. Сіздер білесіздер, бұна радиуспен, немесе мына диаметрмен жанама бізде 90 градус бұрыш жасайтындығын. Сондықтан мына жер түгелімен 90 градус, ал мына бұрыш АВД-ны табу үшін 90 градустан 35 градус тауып тастауым керек. Сонда қалады 55 градус. Немесе сіздер нүктені мына жерден белгілеуіңіз мүмкін, да? Д нүктесі деп. Онда мына жер болады. ЕВД мына жер 35 градус болады. Ал АВД мына жердегі бұрышты табу керек. Ол екінші жағдай. Екінші жағдай бойынша бұрыш АВД-ны табу үшін 90 градусқа 35 градусты қосасыздар. Бұл сонда 125 градус болады. Және үшінші есепке қосымша үшінші жағдайын қарастыруға болады. Үшінші жағдайы, егер мына Д мен Е нүктелері беттесетін болса, онда бұрыш АВД-ның бұрыштық өлшемі 90 градус болады. Егер беттесетін деп үшінші жағдайын қарастыратын болсақ. Төртінші есеп, төмендегі жауаптарды пайдаланып көп нүктелердің орнына тиістісін анықтаңыз. АВС үшбұрышына іштей сызылған шеңбердің центрі ол биссектрисаларының қиылысу нүктесінде орналасады. Ал АВС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі ол орта перпендикулярларының қиылысу нүктесінде орналасады. Сонда С және Д деген варианттарды таңдаймыз. Бесінші есеп. Менде қазір оқушылар циркульмен жоқ. Бұл негізі циркульмен салынатын есеп. Қарапайым салу есебін қолданып, АВС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрін табыңыз. Үшбұрышқа сырттай шеңбер салу үшін сіздер білесіздер, үшбұрыштың әрбір орта перпендикулярының қиылысу нүктесін табу керектігіміз. Сол қиылысу нүктесі осы сырттай сызылған шеңбердің центрі болады. Бірінші орта перпендикуляр салып аламыз. Ол үшін АВ кесіндісінің орта перпендикулярын саламыз. Центрі А болатындай етіп, радиусы АВ-ға тең етіп шеңбер сызамыз. Центрі Б болатындай етіп, радиусы тағы да сол АВ болатындай етіп, тағы да шеңбер сызамыз. Осы екеуінің қиылысуы бізде орта перпендикуляр болады. Келесі, БС кесіндісінің орта перпендикулярын саламыз. Центрі С болатын етіп, ұзындығы ВС-ға тең. Центрі В болатын етіп, шеңбердің центрі тағы да ВС болатындай етіп, тағы да орта перпендикуляр жүргіздік. Үшінші АС кесіндісі. Тағы да солай, центрі А болатын етіп, сосын центрі С болатын етіп, тағы да жүргіздік. Үшеуінің қиылысуы, мен О нүктесі деп алайын, орта перпендикулярдың қиылысу нүктесін белгілеу. Яғни О нүктесі. Осы О нүктесі центрі болатындай етіп, центрі болатындай етіп, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңберді салып шығасыздар. Центрі О нүктесі, радиусы мына жерден ала қоясыз. Радиусы мынаған тең болатындай. Осы шеңберге сырттай шеңбер сызып шығасыздар. Циркульмен салған дұрыс шығады. Менің қолымда циркуль жоқ болғандықтан, мен тек сіздерге салу жолын ғана көрсетіп отырмын. Алтыншы есеп, бұл да салу есебіне берілген. НМ тең А, НФ тең Б екі қабырғасы және ФК тең М медианасы бойынша НМФ үшбұрышын салыңыз. Өздеріңіз белгілеп аласыздар, НМ-ді, НФ-ті, ФК-ны қандай да бір сантиметр ретінде. Сіздерде сызғыш белгісі жоқ, сызғыш болады, сондықтан кез келген ұзындықты аласыздар. Енді мына жерге мен барлығын жазып қойдым. Бірінші НМ тең А кесіндісін салып аласыздар. Кесіндіні салдық. Екінші НМ кесіндісінің ортасын, яғни К-ны табу. Бұл ортасын табу үшін центрі Н етіп, қандай да бір радиуста шеңбер сызамыз. Центрі М етіп, дәл жаңағы радиуста шеңбер сызамыз. Осы екі шеңбердің қиылысуы арқылы түзу өтеді. Сол түзу осы НМ кесіндісін екіге бөледі. Үшінші, центрі Н болатын, R тең Б-ға тең доға салу. Міне центрі Н болатын, НФ-ті өлшеп аласыздар да саласыз. Келесі, центрі К болатын, R тең М
М болатын доға сызу. Яғни FK-ны белгілеп аласыз да, центрі К болатындай етіп сызып шығасыз. Мінекей осы екі доғаның қиылысуын F деп белгілейміз. Міне доғаның қиылысуын белгілеу және соңғысы үшбұрыш сызу. Осы F пен M-ді қосасыз, F пен N-ді қосасыз, F пен K-ны қосасыз. Сонда N, M, F үшбұрышы, FK дегеніміз бұл жерде оның медианасы болып тұр. Неке осылай етіп салып шығыңыздар.